Ассалаумалейкум достар. Бүгін қаңтар айының 10-ы. Арғымақ автокөлік базарына келдік достар. Бүгін алдындағыдай емес, Арғымақ автокөлік базарында автокөліктердің сатушылар да, қарап көрушілер де көп. Достар, біздің автолайк каналына тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бір айта кетерлік жағдай достар, Арғымақ автокөлік базары 10 қаңтарғы күннен бастап базарға кіру ақысы тегін достар. Өз көліктеріңізді Арғымақ автокөлік базарына келіп сата аласыздар. ВАЗ 2170 Приора 2010 жылғы көлік. Бағасы 1 миллион 200 механикалық қораппен. Қарап көрем деушілер болса, телефон нөміріне звондап көріңіздер. Российский учетпен Nexia 2010 жылғы көлік. Бағасы 1 миллион 100. ВАЗ 2107 2005 жылғы көлік. Бағасы 800 мың теңге дейді. Део Жентра тұр, ақ түсті. Барлық техникалық кітапшалар орында, автомат коробка. Бағасы жазылмаған екен. Телефон нөмірі де қалдырылмаған. Көрермендердің сұранысы бойынша Старекс түсірейін деп жатырмыз. 2004 жылғы. Бағасы 3 миллион теңге. Старекс қарап отсаңыздар. Сырып кетейік. Одан кейін 14 тұр қасында. жылғы бағасы 1 650 мың теңге дейді. Қазір Арғымақ автокөлік базарындамыз. Бүгін Арғымақ автокөлік базарында жіптер машина жиналып қалған екен. Себебі автокөлік базары тегін болып тұр қазіргі. Ол халыққа қолайлы бір шетінен. Бұл автокөліктінде егеш жоқ. Сатылымда тұрған тұрмаған білмейміз енді. Арғымақ автокөлік базарында тұр. Сатылымда Равон R3 қарап жатқандар болса, burada бағасы қалдырмапты өкінішке орай. Қазір телефон нөмірін қалдырып кетейік. Телефон нөмірі хабарласып көрем деушілер болса. ВАЗ 2170 2014 жылғы көлік. 2 миллион 600 дейді. Сатылып жатқан бағасы. Телефон нөміріне хабарласып біле аласыздар. Сатылымда Kia Carens тұр. Қарап көрем деушілер болса. Жылы 2014 жылғы. Объем 2 куб. Бағасы 6,5 миллион теңге. Қарап көрем деушілер болса. Телефон нөміріне хабарласып көріңіздер. Тиана сұрап жатқан достар. 2014 жылғы Тиана тұр. Арғымақ автокөлік базарында. 2014 жылғы көлік 2,5 объеммен 6 миллион 800 сатылып жатқан бағасы. Қазір Арғымақ автокөлік базарындағы көліктерге шолу түсіріп өтетін боламыз. Акцент тұр. 2015 жылғы 1.6 мотормен 6 ступка мотор, коробка 6 сатылы дейді. 4 миллион 700 бағасы.
Hyundai Starix тұр. 2011 жылғы көлік. 2.4 бензин, механика 6 миллион 800 дейді бағасы. Nissan Murano Европейс 2005 жылғы 3.5 объеммен бағасы 4,5 миллион теңге дейді. Hyundai Grandeur нағыз кәрістің көлігі 2019. Все, 2.4 12 миллион 500. Hyundai Accent Hatchback 2013 жылғы көлік 4 миллион 600 бағасы. 1.6 моторымен автомат коробка. Ақ түсті көлік. Достар, біз бүгін Арғымақ автокөлік базарын түсіріп кетуге келдік. Алдындағыдай емес, Арғымақ автокөлік базарында көліктің де сатып алушы клиенттердің де қарасы бүгін өте көп. Достар, айта кетерлігі, Арғымақ автокөлік базары қазіргі таңда тегін. Егер өз автокөліктердің сатыларыңыз келсе, Арғымақ автокөлік базарына келіп, осы жерде сатсаңыздар болады. Бұл жерде сіздерге жайлылық ұсынылады, намазхана бар, артында автоцон, техосмотр және асхана, автомайка сіздер үшін қызмет етеді, достар. Kia K5 2019 жылғы 2 объеммен 10 миллион 200 дейді бағасы. Ақ түсті Corolla сатылымда 2013 жылғы автомат коробка Европейц. Бағасы жазылмапты. Автомат коробка, робот емес. Camry 35 нұсқа 2004 жылғы көлік 2.4 объеммен бағасы 407 сұрап тұр. Қарап көрем десеңіздер, телефон нөміріне хабарласып көріңіздер. Hyundai Starix 2016 жылғы көлік 2.4 бензин газ дейді. 11 орындық 11 миллион теңге бағасы. Қарап көрем деушілер болса, Арғымақ автокөлік базарында тұр көлік. Авангард сұрап отқан жігіттер, классиктер 280 2.8 объеммен 96 жылғы бағасы 2 миллион 400. Саудасы бар көліктің. Қарап көрем деушілер болса, телефонына хабарласып көрсеңіздер болады. Kia Rio 2015 жылғы көлік. Бағасы 4 миллион 200. Арғымақ автокөлік базарында тұр. Қарап көрем деушілер болса. Land Cruiser Prado тұр. Көлік 2013 жылғы 2.7 объеммен. Бағасы 13 миллион теңге. Жігіттер, мұны Авангард түсіріш деп өтініш шығып атқан. Үшеуі де 2001 жылғы. Үшеуінде хозяйны бір, рестайлинг. Құлттаулы. Автомат коробка, негізі жалпы машина. Бір-бір түсіріп өтейік көліктерді. Үшеуі де жақсы жағдайда. Сырты болсын, салондары болса. Авангард қарап жүргендер болса, үшеуі де 2001 жылғы, үшеуінің де бағасы 3 миллион 200. Достар,
Арғымақ автокөлік базарына келіп қарап көре аласыздар.